Бәріңе сәлем достар, сіздермен мен Бекзат. Бүгін мен каналымда жаңа видео шығатын болады. Өте қорқынышты анимация. Бірақ та сол видео басталмай тұрып, мен сіздерге бір затты айтайын дегенмін. Конкурс туралы. Уже конкурс бітті, өйткені спонсордың каналында 50 подписчик жиналды. Сол конкурстың итогтарын мен прямой эфирде сағат 6-да жасайтын боламын. Мен каналыма сағат 6-да кіріп прямой эфирға кіріңіздер. Ал енді осы видео басталады. Апа-атамның үйінің қасында ескі құдық болған. Сол жерден ешқашан да су алмайтын. 10 жыл, 20 жыл, 50 жыл бұрында су алмайтын. Атам айтқан, өмір бойы сол жерде суда болмайтын. Ал апам айтатын, сол жерде кикимора болатын деп. Сол атам бауырым екеуміз күлетінбіз. Бір күні бізге қорқынышты оқиға айтқан, осы құдық туралы. Осы үйді атам 52-ші жылы жасаған. Апам күйеуге шықты да осы жаңа үйге көшкен. Ал атам құдықты қазды. Қазды да, бірақ та су жоқ болған. Соны ағашпен жауып тастады. Осыдан кейін жақын жердегі колонкадан суды алатын. Содан кейін бір түрлі заттар болып бастаған. Ағаштарды біреу сындырып тастайтын, және де ішінен тауықтарды ұрлап, қойларды ұрлайтын. Кейде тура далада жеп қоятын. Ол өте жаман болатын. Атам осындай заттарға сенбейді. Сондықтан да осы құдықты жаппады. Ал апам осы құбыжықты таңертең көрді. Ол өте ұзын, бозғыл және де арық болатын. Ол рейкқа ұқсайтын. Осылай құдықты жауып тастады. Бірақ та емен тақтасымен жабылған. Ата-апам қайтыс болды, ал осы құдық туралы бәрі ұмытқан. Осы заттарды менің әкеме айтпайтын. Біз осы үйге жаз сайын келетінбіз. Бір жазда сол құбыжықты түсіргіміз келді, және де көргіміз келген. Сол күні далада жаттық. Әкем жарайды, жата беріңдер деді. Ал анам қарсы болған. Далада светті қостық. Влад сол кезде етті ұрлап алды, сол затты шақыруға. Түн батты, ата-анам светті өшіріп ұйықтап қалды. Ал біз етті құдықтың үстіне қойдық. 2 сағат бойы түк болмады. Влад өзінің чипсесін бітірді де ұйықтап қалды. Ал менің ұйқым келді, бірақ та мен күттім. Бір кезде бір нәрсені естідім. Шошқаннан жыбырлай алмадым. Владты ояту керек болған. Мен қозғалуға қорықтым. Әрең дегенде оны ояттым. Оған тыныш дедім. Біз тыныш отырдық. Влад ештеңені естімеді де жынданды. Не үшін мен ояттың деді. Мен оған айттым. Бір дауысты естідім. Ол далаға шығып кетті. Мен оны тоқтатайын дегенмін, бірақ та үлгермей қалдым. Оның артынан шықтым. Влад жоқ болды. Мен шошып кеттім. Бір кезде ол артынан келіп мені шошытты. Содан кейін құдыққа кеткен. Сол жерде ет жоқ болды. Влад айтты, не үшін сол етті тықтың деп. Ол маған сенбейді, сол құдықтың ішіне қарады. Ол тақтайды алды да қарап тұрды, төктемей. Мен одан сұрадым, не болды деп. Ол тұрды қарап. Қалжың екен деп мен де қарадым. Біреуді көрдім. Ол астыда етті жеп отырды. Қорыққаннан айғайлай да алмадым. Ал Влад әлі қарап тұрды. Мен қатты шыңғырып кеттім. Әкем далаға жүгіріп шықты. Мен оған қолмен құдықты көрсеттім. Ал Влад сол кезде жердің астында жатты. Қолын сындырып алып. Өліп қалу да мүмкін болған. Ауруханада әкеме бәрін айттық. Бірақ әкем сенбеді. Әкемнің жыны ұстап сол құдықты ертең жауып тастады.